Баршаңызға сәлем, үлпілдек, жұп-жұмсақ бауырсақ дайындайтын боламыз. Ең алдымен каналыма тіркелді ұмытпаңыздар. Сүтімізді, суымызды, бір жұмыртқамызды және ашытқымызды, дәміне қарай тұзымыз бен қантымызды, сұйық майымызды құйып жақсылап араластыратын боламыз. Араласқан сұйықтығымыздың үстіне илектен өткізілген ұнымызды сала отыра жұп-жұмсақ етіп қамырымызды илеп алатын боламыз. Қамырымыз сұйық немесе қатты болмау керек, орташа болу керек. Иленген қамырымыздың үстіне азғантай сұйық майымызды құйып, жақсылап басып, бетін шауып, көтерілгенше қалдырамыз. Көтерілген нанымыз дәл осылай әдемі етіп көтеріліп шығатын болады. Ұнның немесе майдың көмегімен басып, төрт бұрышты болмаса дөңгелек етіп кесіп аламыз. Қызып тұрған табамызға салып, алды артын қызартып алып пісіріп аламыз бауырсағымызды. Мінекей біздің бауырсағымыз дайын болды, ас болсын.